Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін пицца жасайтын боламын. Пиццаның соусын мен өз қолыммен жасадым. Менің каналыма тіркеліп, пиццаның видеосын көрсеңіздер болады. Пиццаға арналған соустың видеосын каналдан көрсеңіздер болады. Менің рецебім бойынша жасап көріңіздер. Пиццаларыңыз өте жұмсақ және асты сәл ғана қытырлақ болады. Өте дәмді болып шығады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Жұмсақ болу үшін сүт қосудың қажеті жоқ. Мен тек қана судан істеймін. Бетіне салатын салмасына колбаса қоспаймын. Барлығын өздеріңіздің қалауларыңызға қарай салмасын салсаңыздар болады. Сосискамен істесеңіз де болады, фаршпен, қазымен істесеңіздер де болады, өз еріктеріңізде. Алдымен керекті заттардың бәрін дайындап аламын. Маған жылы су керек болады. 240-250 мл жылы су алдым. Енді осыған 1 шай қасық тұз, 1 ас қасық шекер салдым. Енді осы ерігенше жақсылап араластырамын. Енді 2 ас қасық сұйық май қостым. Енді 1 шай қасық ашытқы қостым. Толмаған. Жақсылап араластырамын. Екі ас қасық майонез қосамын. Оны да жақсылап араластырамын. Енді ұн қосамын. Барлық рецепттерді астындағы описание бөлімінде қалдыратын боламын. Ұнды өстіп шетінен қосып отырамын. Қатты болып кетпеу керек. Қамырымыз жұмсақ қамыр илеймін. Мен осындай қолға жабысатын жұмсақ қамыр илеп алдым. Енді осының үстіне кішкене ғана шит май құйып, тағы да қамырымды илеймін. Енді менің видеода мына жерде көрсетілмей қалды. Столдың үстіне қойып, осы қамырымды жақсылап созып, әбден жақсылап илеп аламын. Илеп алғаннан кейін қайтадан ыдысына салып, бетін жауып, жылы орап, 30-40 минутқа қойып қоямын.
Қамырды екіге бөлдім. Біріншісін пісіріп алдым. Мінекей екіншісін осылай ұнға аунатып, енді осы қамырды оқтаудың көмегімен жаямын. Қолмен соссаңыздар да болады. Мен өзімнің ыдысыма лайықты қылып істеп жатырмын. Менің ыдысым кішкене үлкендеу қылып жаямын. Осындай өте жұмсақ болады. Мені пергаментный бумага төсеп, қамырымды осының үстіне саламын. Осылай жақсылап салып аламын. Енді мені мен жазда жасаған болатынмын. Пиццаға арналған соус. Мені ешқандай ашыған жоқ, көгерген де жоқ, салқын жерге қойып қойдым. Мінекей осы мені видеомнан қарап көрсеңіздер болады. Жазда қызанақтарыңыз көп кезде осы соусты жасап қойсаңыздар, қысты күні пиццаға өте керемет болады. Майонез сізде осы соусты жақсаңыздар болады. Балалар маған кішкене майонез қосыңыз дегеннен кейін кішкене майонез қостым. Майонез қоспай-ақ та өте дәмді болады осы соусты жақсаңыздар. Мен осылай соусты барлық жеріне жағып аламын. Өздеріңіздің духовкаларыңызға нанды қанша градуста, 180 градуста пісіріп жүрсеңіздер, сол градусқа қоясыздар. Өздеріңіздің пештеріңізді градусын өздеріңіз білесіздер. Енді әркімдікі әртүрлі. Мен 175-180 градуста пісіремін. Міне қияр, қызанақ саламын. Бұлардың бәрі мен жазда жапқан болатынмын. Колбаса қоспаймын. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, өте дәмді шығады. Еттің де, колбасаның да, сосисканың да керегі жоқ. Тек қана осындай көкөністермен жасасаңыздар да пиццаларыңыз дәмді болып шығады. Духовкамды қыздырып алдым. Мінекей сырымды дайындап алдым, теркадан өткізіп. Міне пиццам пісті 12 минутта. Енді теркадан өткізілген сырымды бетіне сеуіп, 3-4 минут духовкаға қайттан қойып аламын. Пиццам 12, ары кетсе 15 минутта пісті. Мінекей пиццам дайын болды. Міне осындай әдемі, дәмді пицца болып шықты. Жасап көріңіз. Видеоның соңына дейін қарап менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Егер менің видеом ұнаса, маған тіркеліп, лайк қойып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны да басып қойыңыздар. Алда әлі тағы да жақсы рецепттер болады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.